Сәлем достар. Көгөрөй елінің жаңа дәуірін бастауға елеулі үлесін қосқан Тейджойон деген кім? Ол Жумон ханның тегінен емес екені рас па? Осы сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, видеоны соңына дейін тамашалауыңызды сұраймыз. Дайын болсаңыз, біз бастаймыз. Тейджойон Көгөрөй елінің қолбасшысы Сумо тайпасынан шыққан Мохестің отбасында дүниеге келеді. Кейіннен Таң елімен болған соғыста ерлік жасап көзге түскен Тейджойон да әскери қолбасшыға айналады. Бір өкініштісі, осы кезең Көгөрөй елінің қатты әлсіреп тұрған кезі еді. Арадан көп уақыт өтпей, елдің тіреуі болып тұрған Йонкесемун өлгеннен кейін, елдің жағдайы тіптен нашарлап, жағдай ушыға түсті. Мұндай жағдайға көз жұма қарай алмаған Тейджойон елдің болашағы үшін билікті өз қолына алуға тырысып көргенімен, Таң Кидан елінің әскерін пайдаланған елдегі сатқындар халық үшін бас көтерген оны ауыздықтап отырды. Осылайша ол алдымен сыртқы жаумен емес, іштегі дұшпандардың көзін құрту керегін түсініп, Джедан атты жасырын ұйым құрып, елдегі сатқындардың көзін құртты. Күш алып келе жатқан бұл ұйымды сырттай нысанаға алған Кидан қолбасшысы Ли Кайгу орайын тауып ұйымды қырып тастайды. Ұйым құласа да, Тейджойон отанын жау қолына бербеу үшін соғысын жалғастыра берді. Сондай шайқастардың бірінде Қытай әскеріне адамдармен бірге қолға түсіп тұтқынға айналып көп қиындық көреді. Бірақ ол осы сәттерде де тиімді пайдаланып, көк түріктер тайпасымен жақсы қарым-қатынас орнатып, Қытайға қарсы тұру үшін құлдарды біріктіреді. Арадан біраз уақыт өткесін, ол Көгөрөйге қашып барып, мықты мемлекет құру жоспарын жалғастырады. Әрі өз билігін нығайту жолында патшаның жиеніне үйленеді. Араға 13 жыл уақыт салып, Таңға қарсы көтеріліске шыққан Кидан еліне әскери көмек беріп, Таң елінің әлсіреуін көздейді. Ол осы саяси қозғалысты бірнеше рет қайталайды. Киданның Таңға қарсы келесі ауқымды соғысын Мальгаль тайпасының әскерін қолдану арқылы өз жағына шығарса, көк түріктер көтерілген тұста да олардан көмегін аямайды. Маңайындағы барлық елмен жау болған Таң ақыры Көгөрөймен бейбіт келісім жасап, Тейджойон қара халықтан шықса да хан ретінде мойындайды. Ол тек әскери тұрғыда ғана емес, саяси істерде де ұшқыр ойлы бола білді. Нәтижесінде халқының жағдайын жасап, 698 жылы ел атауын Бохай деп өзгертеді. Ол 719 жылы дүние салса, кейін таққа оның ұлы Уи елді басқарады. Негізінен оның ұлты жайлы алуан түрлі пікір бар. Бірі оны кәріс емес десе, тарихтанушы кәріс мамандары оны кәріс деп әбігерге түседі. Бірақ бір анығы ол, Көгөрөй елінің негізін қалаушы Жумон патшаның тегінен емес еді. Видеомыз ұнаса, арнамызға жазылып, видеоны достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Сіз үшін оттаймыз.